Іллеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты өзін-өзі тану, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы негізінде сабақтағы жалпы адамзаттық құндылықтар курсын ұйымдастырды. Курсқа облыс мектептерінен өзін-өзі тану пәні бойынша 21 педагог қатысты. Бұл курстың мақсаты педагогтардың рухани адамгершілігінің жаңғыруы мен ішкі әлеуетінің ашылуына ықпал ету. Ақтөбе қаласының нөмірі 3, нөмірі 25 мектептерінде курс аясында ұйымдастырылған жүректен жүрекке деп аталатын 3-ші кезеңі өтті. Мектептерде 2 апта бойы жылулық пен мейірімділік сабақтары жүргізілді. Оқушылар мен мұғалімдер бірлесе отырып, жалпы адамзаттық құндылықтарды ашуға бағытталған ертегілерді, атап айтсақ, 6 А классында «Колобок», 7 Б классында «Бременские музыканты», 6 В классында «Как принцы искали счастье», 7 В классында «Алиса в стране чудес» ертегілерін сахналады. Сонымен қатар, мектептің мәжіліс залында жан жатыратқан мереке өтті. Ертегі кейіпкерлері бақыт іздеу жолында ақиқатты таныды. Яғни, бақыттың кілті өзінің риясыз сүйіспеншілікпен жасаған дұрыс әрекеттерінде екенін түсінді. Оқушылар кейіпкерлерді шабыттана ойнап, жандары жақсылыққа құмартты. Курс тыңдаушылары мен оқушылар бірлесіп, ой, сөз, іс-әрекет тұтастығын көрсетті. Ашық микрофон айдарында оқушылар мейірімге толы күндер туралы өздерінің жүрек жарды лебіздері мен ыстық ықыластарын білдірді. Мұғалімдердің айтқан қызықты оқиғалары, жанды әңгімелесулері оқушылардың жүрегінде орасан зор әсер қалдырды. Өздері туралы, класстастары туралы көп нәрсе білгендерін айтып, бойларында мейірім ұшқыны жанып қанаттанды. Оқушылар осындай мейірімділік сабақтарының жалғасын тауып, әр адамның жүрегі нұрға бөленсін, мейірімге толсын деп шынайы тілектерін білдірді.